Тауық етінен самса дайындаймыз. Ұнға қопсытқыш, еріген сары майды қосып, араластырамыз. Жұмыртқаның сарысын, 1 шай қасық тұз, қаймақ қосып, қамыр илейміз. Иленген қамырды пакетке салып, тоңазытқышқа қоямыз. Пиязды 4 бұрыштап майдалап турап, туралған пиязды ыдысқа салып, 1 шай қасық тұз қосып, қолмен еземіз. Тауықтың сан етін сүйегінен ажыратып алып, майдалап турап шығамыз. 1 ірі картошканы да 4 бұрыштап тураймыз. Туралған картошканы тауық еті мен пиязға қосып, қара бұрыш, тұз қосып, араластырамыз жақсылап. Тоңазытқыштан қамырды алып, 2-ге бөліп, және де бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Ұн сеуіп, самсаның қамырын жаямыз. Бір ас қасық толтырып салмасын салып, бүктеп, шетін өреміз. Дайын болған самсаларды табаға салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт себеміз. Тағамдық көкнәр сеуіп, духовкада пісіріп аламыз. Ас болсын.